Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Осы айда құрманы көп желінетін мезгілі, сол құрман дәндерін тастамай, жинап, одан дәмді сусын жасауға болатынын білдіңіз бе? Онда менің келесі видео рецептіме назар аударыңыздар. Ол үшін өзіңізге ыңғайлы етіп, шамалы бір құрманы алыңыз. Міне мен осы құрманы алдым. Қай түр екенін білмедім. Енем берген құрма, соны салқын сумен жақсылап жуып, тазартып аламыз. Және оны орамалға сорғытып алуымыз қажет болады. Ендігі кезекте біздің құрмалардың ішіндегі дәнін тазартатын боламыз. Дәнін бір бөлек, ал құрманың өзін басқа бәлішке немесе тоқаш жасауға қолдануға болады, немесе балалар жесе де болады. Барлығысын жақсылап тазалап шығамыз. Бұл кофе түрі араб елдерінде өте кең танымал. Тазарған дәндерді жақсылап жуып шайып, сыртындағы қабыршақтарын алып, тазалап шығамыз. Сонымен қатар құрма кофесі метаболизмді тездетуге, қауіпті холестерин мөлшерін төмендетуге және ас қорыту жүйесіне жалпы пайдасы өте зор. Ағзадағы паразиттерге қарсы қасиеті де бар. Таба үстіне пергамент қағазын жайып, үстіне құрма дәндерін сеуіп шығамыз. Ендігі кезек бұл бізде дәндерді құрғату. Әр пеш әртүрлі қыздырады, сол себептен өз пешіңізге қарайсыз. Кептіргенде, қуырған кезде арасында осылай араластырып тұрыңыз. Мен шамамен 140 градуста бұны қуырдым. Және қуырған кезде үйдің ішінде дәмді бір иіс пайда болады, және шемішке тәріздес етіп, тырсылдап, ақырын дыбыс болады. Қуырылған дәндерді табан ішіне салып, бетіне орамал жауып қойдым. Бұл бізде дегазация деп аталатын процесс. Бұл шамамен 5-7 күн тұру қажет. Егер 7-5 күн күтуге шамаңыз жетпесе, олай жасаудың қажеті жоқ. Жақсы қуырылған дәнді сіз қолыңызбен оңай сындыра аласыз. Түрі, дәмі, түсі де кофе дәндеріне өте ұқсас. Ендігі кезекте кофе ұсатқыштың ішіне барлық дәндерді саламыз. Барлық дәндер суық түрінде болу қажет. Міне осылай қуырылған түсте болады. Дұрыс қуырылмаған дәнді ұсата алмайсыз. Сол себептен қуырылуына мән беріңіз. Қуырған кезде тоқтатып анда-санда бетін ашып көріңіздер. Арасында түйіршіктері қалып қалуы мүмкін. Міне кофенің ұнтағына өте қатты ұқсас, дәмі де, иісі де. Мен осындай шыны ыдысқа салдым. Интернет желісінен жинақтаған ақпаратым бойынша шыны ыдысқа салып, бетін жауып қойсаңыздар, ашылмаған күйінде 6 ай шамасында холодильникте тұра алады. Ал егер де банка ашылған жағдайда, шамамен 2 аптада бұл кофені ішіп бітіру қажет. Осы кішірек банканы толтырып, бетіне күнін жазып, қағазын жабыстырып қойдым. Құрма ұнтағының жартысынан мен үйдегі бар ыдыс аяқпен кофе әзірлеп көрдім. Осындай шыны ыдысқа шамамен 2-3 шай қасық ұнтақты салып, ыстық су құйып, бетін орамалмен немесе басқа матамен жауып қойсаңыздар болады. Бөлек ыдыста сүтті қыздырып алдым және оны көпіршіктендіріп, шамалы блендермен өткізіп алдым. Кофені мен үнемі сүтпен ішем, сол себептен осы жолы да сүт қосылған құрма кофесін жасадым. Кофе ішуді ұнатсаңыз, осы құрма кофесін жасап ішуді кеңес беремін. Өте дәмді болды, маған өзіме ұнады, күнде ішемін деп айта алмаймын. Талғамыңызға қарай жасап көруге болады.
Мен өзіме бал қосып іштім, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше сусын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап беремін.